Қала аумағында қылмыстардың, құқықтардың алдын алу мақсатында, оның ішінде мынау люк қылмыстардың, ұрлықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу мақсатында қала аумағында рейдтік шаралар өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда осы қала аумағында орналасқан қазіргі 74 тем металл қабылдайтын орындарды аралап, бұл жерде иелерімен, сол жерде жұмыс жүрген әкімшілік қызметкерлерімен түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Түсіндірме әрқайсысына хабарламаларын беріп, олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Егер де қандай да бір люк тапсыру жайттарына куә болып жатса, дереу 102 телефонына хабарлау керектігі жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, осындай шаралар өткізіп жатырмыз.